20 жылдық. Тездетші жаным, әлі салонға бару керекпін. Кеше жазылып қойғаным қандай жақсы болған. Бүгін келіншектер хабарласа, бос емеспіз депті. Салон іздеп жүр. Сен салонға бармасаң да әдемісің ғой жаным. Сені алғаш көргенде бояусыз таза табиғи жүзіңмен көріп ғашық болғамын. Ой, ол кезде бала едік қой. Жүзіміз де жүрегіміз де тап-таза. Қазір қартаяйын дедік пе, әйтеуір көзімізге әжім түсіп, бет-әлпетіміз өзгерді ғой. Мына макияж деген жарықтық аз да болса жасырып тұрады. Маған осылай да әдемісің, бірақ өз көңілің қалап тұрса әрине барғаның дұрыс. Қазір міне болып қалдым. Мына бір жері кішкене бұзылыпты. Осы 20 жылдықтан аман-есен өткізіп құтылып алсақ, көлікті сатып жаңасын алмасам болмайтын сияқты. Құдай қаласа болады, бәрі болады. О, міне, от алды. Қазір қолымды жуып келейін. Күйеуіне сүйсіне қарап болған Жамал бақытты еді. Отбасыларына биыл 15 жыл толса да, бір-біріне бетіне келмепті. Бірге ойлап, бірге істеп, барлығын бірге шешіп үйренген олардың ұл-қыздары да тәрбиелі мектепте озат оқушылардың қатарында болатын. Ал кеттік пе, деді асыға басып келген Ғалымжан Жамалдың маңдайынан иіскеді. Алдымен салонға келіншегін тастап, ұл-қыздарын ата-әжесінің үйіне қара шаңыраққа әкеліп тастады. Мұнда кіші інісі тұрады. Інісінің келіншегі келін болып келгеніне 3 жыл толса да, әлі құрсақ көтере қойған жоқ. Сол үшін де қайнағасының ұл-қыздарын қатты жақсы көреді. Сыйлап есімдерін айтпай, еркелетіп айтады. Апау, ерке балалар келді, деп алдарынан жүгіріп шықты. Сәлеметсіз бе қайнаға, деп сәлемін салып, шай қойып бәйек болды. Жоқ, келін, өздеріңше беріңдер. Маған әуре болма, асығыспын. Жеңгеңе баруым керек, салон дейме, соған кеткен. Бүгін біздің 20 жылдық қой. Иә, білем ғой, сәлем айтыңыз, құтты болсын, мерекелеріңіз, деп ең кіші қайын сіңлісін көтеріп ойнатуға алып кетті. Өзі өте балажан. Ғалымжанның 4 перзенті өз балаларындай жақсы көреді. Ғалымжан әкесінің үйінен шығып, орталыққа бет алды. Салонға келіншегін алып кетуге келді. Аяғын жерге тигізбей үнемі баратын, келетін жеріне өз апарып әкеліп жүреді. Жолдастары алғашында мазақ етіп тиісіп, қатынның айтқанынан шықпайды деп мазасын алатын. Бірте-бірте олар да үйренді ме, әлде жас келе түсінді ме, әйтеуір екеуінің арасындағы сыйластыққа сүйсіне қарайтын болды. Тіпті келіншектері үнемі күйеулеріне осы екеуі мақтап, үлгі алуын айтатын болды. Бүгінде міне, сол әдетінен таймай салоннан алып кетуге келді. Есікті ашқан күйі Жамалдан көзін ала алмай тұрып қалды. Келіншегінің табиғи сұлулығына сұлулық қосқан бетіндегі жеңіл бояулары өзіне тіптен жарасып кетіпті. Ойы-бой, біздің бәйбіше сұлуланып кетіпті ғой, дайынсың ба, деп күлімдеп кіріп келді. Иә, қазір көйлегімді кисем болды, сыртта күтейін ендеше. Көлік ішінде отырып 20 жылдықтың аз-маз кемшіліктерін ойлап, сыныптастарына хабарласып түгендеп жатты. Кездесудің басы-қасында жүріп, ұйымдастырып жүрген 2-3 жігіттің ішінде өзі де бар. Ұстаздарына бағалы сыйлық, сыныптас қыздарына кішігірім сыйлықтар ұйымдастырып қойған. Бұйырса, ертең 20 жылдық кездесудің 2-ші күні көкке шығып, көлге барады. Оны да ұйымдастырып, қажет заттарын алып қойған. Бір күн сонда түнейтін болып құратын шатырларды да прокатқа алды. Есеп-қисап дәптеріне үңіліп, барлығын түгендеп шықты. Осы кезде сұлулық салонына шыққан келіншегінің бал-бұл жанған жүзін көріп жымиды. Көлікке отырғызып, өте әдемісің, деді. Рахмет, енді тіке мейрамханаға бара берейік. Сенің киімдеріңді де алып алғанмын, сонда киініп аларсың. Жарайды. Екеуі мейрамханаға келді. Әлі көпсі келе қоймапты. Бірен-саран жігіттер қауымы ғана жүр. Охо, Жамал, ашылып кетіпсің ғой. Біздің келіншектер ерекше сұлу ғой негізі. Қазір құрдасың да келіп қалады. Ол да салон аралап кеткен, десіп әңгімелесіп тұрды. Біртіндеп жұрт жинала бастады. Барлығы дерлік келіп болды дегенде той да басталды. Ерекше форматта ұйымдастырылған кездесу кеші көңілді өтіп жатты. 20 жыл бір-бірін көрмегендер де болды арада. Ұстаздармен арқа-арқа болып той қызып жатқанда мейрамханаға әп-әдемі бір келіншек кіріп келді.
Қолында бір букет раушан гүлдері бар. Бәрі аңтарылып қарап қалды да, дереу күтіп алуға жігіттер жағы жүгіріп кетті. Бұл қаладан келген сыныптас қыз Зарина болатын. Құрметті қонақ көріп, асты үстіне түсіп бәйек болуда. Кеш өте жоғары дәрежеде өтті. Ұстаздар да риза, сыйлықтар ұнады, қыздар да мәз. Тым көп шашып қалмаңыздар, ертең жақсы бір демалыс болады деп ескертті ұйымдастырушылар. Келіншектер жағы қызмет жасап, қыздарға, күйеу балаларға, ұстаздарына сый-құрмет көрсетті. Жамалдың жанына қайта-қайта келгіштеп, бүгін көзіме сенен басқа ешкім көрінбей жатыр деп, Ғалымжан құлағына сыбырлап кетеді. Онысына риза болып келіншегі күлімсіреп қоя береді. Сен келіншегіңді айналшықтап қоймайды екенсің, әлде қызғанып жүрсің бе? Қызғанарлықта екен де өзі де, деп Зарина жымиып, Ғалымжанның белінен түртіп кетті. Жоға, қызғанғаны несі деп басын қасып абдырап қалды. Кеттік, билейік, деді сыныптасы қолын созып. Ғалымжан сасқалақтап Жамалға бұрылып қарады. Жамал ымдап, барсаңшы дегендей ишара білдірді. Жарайды деп, сыныптасының созған қолын ұстап ортаға кетті. Иә, дым өзгермепсің, сол баяғы сымбатты жүзің мен жымыңдаған көздерің, артынан қалмай жүгіргенің, осылай сызылып қараушы едің ғой. Бұл жанарларды әлі ұмытқан жоқпын, деп Зарина рахаттана күліп алды. Одан бері 20 жыл уақыт өтті ғой. Бәріміз де өзгердік, балалық шақ қой, деді Ғалымжан жымиып. Иә, аяқтала салысымен жандарына жетіп келген сыныптасы Құрал, Зарина, сен мен билейін деп едім, деді жымыңдап. Әрине мен кетейін, склад жақты бір қарап келейін дей беріп еді, шынтағынан тартып жібермей ұстап қалған Зарина еркінси сөйледі. Жоқ, мен Ғалымжанмен билегім келіп тұр, айтатын әңгімем бар еді. Жарайды ендеше, деді Құрал. Мен ұстаздардың столдарын қарап келейін деп едім, деп кетіп қалды. Кейін, деп Зарина мың бұрала билей жөнелді. Ара-тұра Ғалымжанның құлағына бірдеңелерді сыбырлап, басын изеп қояды. Жамалдың ойында ештеңе жоқ. Бар ойы кештерін абыроймен аяқтап, келген қыздар мен ұстаздар риза болса болды деп жүр. Ғалымжанға керісінше, қыздармен билесеңші, көңілді қайтсын деп сыбырлап қояды. Ғалымжанның о баста ыртың жыртыңға құлқы болмаған. Мінезі солай. Бүгін сыныптастарының көңілін қимай біраз биледі. Ішімдік те ішпеді. Қанша іш деп зорлағанымен аузына татып алмады. Көңілді кеш осылайша түн жарымға дейін жалғасты. Жамалдың шаршадым мен қайта берейін дегеніне көнбей Ғалымжан келіншегін өзімен бірге алып жүрді. Онысы әрине Заринаға ұнаған жоқ. Қызғанды ма, өзі қалай? 20 жылдық оныкі емес, күйеуінікі ғой. Сонша сыланып сипанып дайындалып, оның үстіне соңына дейін отырмаса болмай ма, Құдай-ау, қайта бермей ме деп ойлап мұрнын тыржитты. Ғалымжан да шаршағанын енді сезіп жатыр. Неше күннен бері тынбай жүгіріп бәрінің басы-қасында жүрді. Есеп-қисап та осының қолында. Сол үшін де қайтып кете алмады. Амалсыз кештің аяқталуын күтіп жүр. Адам аяғы саябырсып, көпшілігі кетіп болды. Әрекеңнен біраз артық сілтеп жібергендер ғана теңселіп қайта алмай жүргені болмаса. Зарина мен бір-екі қыздар да қайтуға асықпады. Олардың күйеулері де қызып алған. Ал неге екені белгісіз, Зарина жалғыз келді. Сыныптастар арасында бірде Зарина жайлы әңгіме болған тұғын. Бірінші тұрмысы ұқсамапты, айырылысып біраз уақыт басы бос болған көрінеді. Қазір екінші күйеуімен бірге деп еді, бірақ бүгін жалғыз келді. Оны ешкім сұрамады. Жігіттерді көлікке отырғызып біртіндеп шығарып салып жүрген күйеуіне Жамалдың жаны ашып кетті. Жаным, кете берейік те, өздері жетіп алар енді. Иә, қазір шығамыз. Жігіттерді үйіне жібермесем, таңға дейін жүре береді бұлар. Келіншектері кетіп қалды уже. Барып демалсын, ертең көкке шығамыз. Жарайды деп үндемегенімен іштей Жамал ашулы еді. Барлығына жан ашып жүретін күйеуін де іштей жазғырып алды. Ақыры соңында мейрамхананы өткізіп есептесіп болып, Жамал мен Ғалымжан үйге қайтты. Қатты шаршаған олар киімшең төсекке құлай кетті де қорылдап ұйықтап кетті. Ертеңіне аздап кеш оянған олар сағатқа қарады да тыпырақтап қалды. Телефондары сөнген, іздеп жатқан шығар деп қуаттағышқа қойды да тез-тез дайындала бастады. Әйтеуір үлгеріп келді. Мектеп ауласына жиналып жатыр екен. Барлығы жиналып көкке демалысқа шығып кетті. Қызықтың да басы осы демалыстың басталғанын кім білген.
20 жылдықтың керемет кеші ертеңіне көкке демалысқа шығумен жалғасты, бірақ демалысқа біразы келмеді. Кешегі кештен шаршады ма, кім білсін. Келіншектер жағы тағы да қызметке кірісті. Бұл демалыс кешегідей емес, барлығы ергінсей жүрді. Кеше ұстаздары болған соң барлығы дерлік тәртіпті оқушы болып еді. Бүгін ерекше, қалжыңдасып күліп ойнап жүр. Кешке дейін шатыр құрып, тамақ жасап, дастархан жайып жігіттер жағы бұл жерден алыстау жатқан көлге кетті. Қыздар жағын бірен-сараны ғана келді. Көп қыздар кеше отырыстан соң қайтып кетіпті. Тек Зарина мен тағы бір сыныптас қыз ғана келді. Кешкі ас ішіп, әңгіме дүкен құрып отырған олар кенет әңгіме арасында мектеп шақтың қызықтарына айта бастады. Әңгіме қыза түсіп, даусы жарқын-жарқын шығып, Зарина тоқтамай отыр. Кезінде артынан жүгірген жігіттерді тізіп шықты. Оның ішінде әрине Ғалымжан да бар еді. Өзінің есім айтылғанда ұялып, басын қасып, күлімсірегеннен басқа ештеңе дей алмады. Білесіңдер ме, сол кезде мен әдейі Ғалымжанға қарамайтынмын. Оның маған жалына қараған жанарын көргім келетін. Мені сүйетінін қайта-қайта айтқанын қалайтынмын. Өзі 2 жыл маған сөз айтып жүрді. Тіпті жоғары оқу орнына да мен үшін, мені көріп жүру үшін ұнатпайтын мамандық оқығаны әлі есімде деп рахаттана күлді. Мына әңгімесіне құрдастардың бірі күлсе, бірі жақтырмай, о несі, өткенді қайта-қайта қоймаған нес қозғап, келіншегі де отыр емес пе, деді іштей. Шетте Ғалымшаның иығына басын қойып отырған Жамал күлімдеп, дегенмен нағыз махаббатын кейін жолықтырды ғой, өмірлік жар етіп өзінің шын таңдауын адаспай таңдады емес пе, деді. Әрине, дұрыс айтасың, ол әншейін бала арман, бала махаббат еді ғой, десіп жатты. Қызғаныштың қызыл иті ішін тырнап өткен Зарина бұл жолы үнсіз қалды. Бірақ оның Жамалдың сол кішкентай бір ауыз сөзіне ұстаған кегі өте үлкен еді. Түннің бір уағына дейін ән айтып, гитара тартып, алау жағып құрдастар жағы демалды. Мен демаламын деп Жамал келіншектермен шатырға кіріп кетті. Жігіттер жағы 2 сыныптас қызды сыйлы қонақ деп күтіп, ішкізіп жегізіп билетіп жүр. Тек Ғалымжан ғана ойлы жүзбен бұларға қарап отыр. Шатыр ішінде ұйқылы ояу келіншектер пыш-пыштап сырттағы 2 қызды әңгіме етіп жатыр. Жамал шаршаса да ұйықтай алар емес. Заринаның жымыңдаған жанары күйеуінен басқаға бұрылмай-ақ қойғаны көз алдынан кетер емес. Білсе де дастарханда отырса да әрдайым күйеуінің жанынан Заринаны көреді. Ішіндегі отқа май құйғандай құрдас келіншектер де соны айтып жатыр. Жамал мына қатын қояр емес қой жымыңдап. Абайлашы әйтеуір, күйеуіңді айналшақтап жанынан шықпай-ақ қойды ғой, басын айналдырып алмасын. Иә, мен де байқадым, өзі сумаңдаған біреу екен, байдан байға тиіп құтырған біреу ғой, Құдай сақтасын. Ғалымжан ондайға мән бермейді, мен оған сенемін, деді Жамал. Иә, сен сеніп жүре бер, Ғалымжаныңды таппай жер сипалап қалмашы әйтеуір, десті құрбы келіншектер. Сыртта 2 қызды ортаға алып жігіттер билеп жүр. Қызып алған Зарина өзін өтірік мастық салып, Ғалымжанның жанына келіп отырды да, алақанына алақанын қойып, басын иығына сүйеді. Ғалымжан не істерін білмей сасқалақтап қалды. Жамал көріп қоймады ма екен дегендей шатырға қайта-қайта жалтақтады. Немене, келіншегіңнен қорқып отырсың ба? Жоға, ол не дегенің? Білмеймін, әйтеуір жалтақтап отырсың ғой. Мен әбден шаршадым, біраз демалайын, таң атқанға дейін аз уақыт қалыпты. Отырсаңшы, күн шыққанын тамашалаймыз, ертең-ақ демаласың ғой. Ғалымжан амалсыз келісті. Екеуі оны-мұны еске алып отырды. Зарина айналып кеп, әңгімені орағытып, мектеп шағындағы махаббатын айтып қоймады. Сол кезде өзінің де көңілі бар болғанын тілге тиек етті. Ғалымжан үнсіз тыңдап отыр. Білесің бе, сен маған әлі де ұнайсың, деді Ғалымжанның көзіне тіке қарап. Зарина, қайдағыны айтпаш, екеуміз де отбасылы жандармыз ғой. Мен артық ештеңе деген жоқпын ғой. Маған ұнайтының рас, сосын мен отбасылы емеспін. Бірақ мен отбасылымын, және отбасыма ешқашан қиянат жасамаймын. Қайырлы түн, деді де Ғалымжан ашулы жүзбен шатырға бет алды. Артынан тістене қарап қалған Зарина, оны уақытында көреміз, деді. Таңертең барлығы көкке дастархан жайып, таңғы астарын ішіп, түске дейін көлге баратын болып келісті. Барлығы жиналып, көліктерімен көлге бет алды. Бүгін Зарина көңілсіз, ешкіммен сөйлеспейді, тек сыныптас құрбысымен ғана әңгімесі жарасып отыр. Жігіттер қалжыңдап тиісіп қояды.
Не болды? Ғалымжанды өзіңе қарата алмадың ба? Ол оңай шаруа емес. Жамал екеуінің махаббатына біз куәміз ғой. Егер шын қаласам, тартып аламын ғой. Қой, тыныштық керек. Бір жымиысып алды да, діттеген жерлеріне келіп көліктен түсті. Жамал шаршады ма, әлде мына қыз жақпады ма, әйтеуір тезірек үйіне қайтқысы келді. Ғалымжанға барып айтып еді, бүгін қайтамыз ғой, түстен соң үйде боламыз, біраз шыда деді. Тағы да дастархан жайды, бұл жолы аз-маз етіп, тек сусындар мен жеңіл-желпі тамақтанды. Жігіттер суға түсуге кетті. Келіншектердің ешқайсының шомылуға құлқы болмады. Тек Зарина бірге кетті. Суға түсетін киімін киіп, аяғын кердең басып, көлге беттеді. Сыныптастарымен бірге шомылып, сыңғырлап күліп мәз-мейрам. Көл жағасында отырған Ғалымжаннан көзін алар емес. Судан шығып жанына барды. Кешегі әңгіме ұнамады-ау шамасы. Маған жақындамай қашып жүрсің. Жоқ, ол не дегенің? Ендеше біліп қой, мен кеше әзілдеген жоқпын деп Ғалымжанның мойнына асылды. Жамал сырттарынан қарап отыр. Жанындағы келіншектер де отқа май құйғандай құлақ етіп жеп барады. Орнынан атып тұрған Жамал екеуінің жанына жетіп барды. Не істеп отырсыңдар? Деп өтірік күлді. Сыныптасымды сағынып қалыппын. Бәсе, байқалып тұр, тек ғалымды сағынғансың. Жамал, ұят емес пе, қойсаңшы, біз әншейін. Кездескелі бері жай әншейін деп үндемей жүрмін. Әншейін деп бір түнге барып келетін шығарсыңдар мүмкін. Жамал, доғар дедім. Не болды соншама, қалжыңдауға да болмайды ма, деді Зарина. Қалжыңдарын асып бара жатқан сияқты меніңше. Ғалым, қайтамыз. Бәріміз бірге қайтамыз, біраздан соң. Менің қазір қайтқым келіп тұр. Ал мен ғалымды жібермеймін, өзің кете бер десемші, деді мысқылдап күліп. Жылап жіберген Жамал теріс бұрылды да көлікке беттеді. Іздегенге сұраған, бір келіншек күйеуімен қайтқалы жатыр екен. Жамал бірге ілесіп кете барды. Көлік жүріп кеткенше ішінен үміттеніп келді. Ғалым артынан келеді деп. Бірақ үміті алғаш рет алдады. Келмеді, бетін басып жылай берді. Жамал, қойшы енді, ондай арам ойымыз жоқ ешкімде. Зарина өзі баяғыдан сондай, қалжыңды жақсы көреді. Әдейі сені қызғандырып әзілдеп жатыр. Жас бала болып кеттің бе, жыламашы енді деп көліктегі құрдас басу айтса, оның келіншегі керісінше қайрай түсті. О несі, даптардай әйел ғой, қоймаған нес біреудің күйеуіне жабысып қылмыңдап. Ғалымды алып кетуіміз керек еді. Сен үндемей отыршы, отқа май құймай. Мен басу айтып жатсам, не өтірік пе? Біразға дейін жылап барған Жамал іштей күйеуіне қатты қапалы еді. Қылықтарына емес, ізінен келмегеніне, үйіне емес, сағынған перзенттеріне келді. Ата-енесінің үйіне келіп, балаларын алып үйіне қайтты. Бұл кезде 20 жылдықтың демалысындағылар қайтуға қамданып жатқан болатын. Негізі план бойынша демалыстан қайтқан соң, Жамалдар барлығын үйіне қонақ ететін болып келіскен болатын. Ешкімге әлі айтпаған. Тек ғалым екеуі солай шешіп еді. Енді Жамал бұл ойыннан айнып отыр. Заринаны артық көруге құлқы жоқ. Бағанағы болған жайттан кейін Ғалымжан Заринадан кешірім сұрады. Жамал, сенің қалжыңдарыңды түсінбей қалды, айып етпе. Мен саған қалжың емес деп айттым емес пе, деді жымиып Зарина. Ал мен оны қалжың деп қабылдаймын. Ал жақсы, сау бол. Қай көлікке отырасың? Мен жүре берейін. Мен сенің көлігіңе отырамын. Не? Біз толып қалдық-ау деп қашқақтағанына қарамастан, Зарина заттарын рұқсатсыз ғалымның көлігіне тией бастады. Үнсіз келіскен ол амалсыз рульге отырды. Ауылға жеткенше үнсіз келді. Барлығын үйде-үйіне тастап шықты. Ал Зарина, қайда барасың? Байқаймын, ешкім қонақ қылғысы келмейтін сияқты. Қатындарыңнан қорқып қойдыңдар-ау сірә. Мені тартып алады деген Зарина рахаттана күліп алды. О не дегенің, деп басын қасып, ғалым ештеңе дей алмады. Ендеше мені автовокзалға жеткізіп салсаң жақсы болар еді. Екеуі автовокзалға келді. Жақсы, ендеше амандықта жолығайық. Жақсы, жақында кездесеміз деген үміттемін, деген Зарина ғалымның ернен сүйіп алды. Көзі ойнақшып, тесіле қарады да күлімсіреп бұрылып кетті. Үйіне қайтқан Ғалымжан көлікте ойланып отыр. Қақпадан кіргенімен үйіне кіруге асығар емес. Себебі бағана Жамалды ренжітіп кеткені есінде. Оның үстіне мына Заринаның қылығы да ойландырып қойды. Бәрін қалжыңға санап жүргенде, енді кездесу күшті бітті ғой, Заринаны көре қоймаспын. Ештеңе болмас енді деп ойлады ішінен. Оның ойын сыртқы есіктің ашылған дыбысы бөліп жіберді. Жамал екен. Неге сыртта отырсың? Қашан келдің?
қазір келдім, енді үйге кіріп жатырмын. Сонша кешіккенің не? Заринаны автовокзалға апарып тастадым, қалаға кетті. Бәсе, соған ұнжырғаң түсіп отыр екен ғой. Қойш, қайдағыны айтпай жаным. Көздерің ісіп кеткен бе? Иә, мазам болмай жатыр, шаршадым. Бүгін екеуміз өзімізге демалыс жариялайықшы, жаным, деп Жамалдың иығынан құшақтады. Жоқ, менің үйде демалғым келіп отыр. Қойш енді, болды, кетті ғой, енді оны көрмейміз. Сымтас болған соң бірдеңе деуге ұялдым. Оған ешқандай да ойым болған жоқ, деп Ғалымжан ақталып әлек болды. Болды, болды, ақталмаш, қажет емес. Менің расымен де үйде тыныш жерде демалғым келіп тұр. Жарайды ендеше, деп екеуі үйге кірді. Кіші қызы әкесін ерекше жақсы көреді, күтіп жүр екен. Есіктен кіргеннен мойнына асыла кетті. Жыр болған 20 жылдық та өтті. Тойдың болғаннан боларысы қызық демекші, бір жыл бойы дайындалған кездесу кеші осылай 2 күнде өтті де кетті. Ары қарай күнделікті өмірлері өте берді. Бір күні Жамал үйде, Ғалымжан сыртта көлігін жөндеп жатқан болатын. Телефоны шырылдай жөнелді. Ешқашан күйеуінің затына рұқсатсыз демеген Жамал бұл жолы да күйеуіне апарып берді. Тұтқаны көтерген Ғалымның түрі бұзылып кетті. Сәлем. Зарина, амансың ба? Атын естіген Жамал ернін бір сылып еткізді де үйіне кіріп кетті. Өзінің күйеуіне шексіз сенетін ол Заринаның хабарласқаны тіпті ойланбады да. Менің нөмірімді қайдан алдың? Іздеген адам табады ғой. Қалай жағдайың, аман есенсің бе? Иә, жақсы, өздерің қалайсыңдар? Ауылға келгенмін кеше, сенімен кездесіп кетейін деген едім. Солай ма? Мен... Қойш енді, қашқақтамай, әлде Жамал тұр ма жаныңда? Жоға, тұрса не болар дейсің? Жарайды, кездесейік. Қайдасың? Көліктің оталғанын естіген Жамал сыртқа шықты. Үлгермеді. Ғалым қақпадан шығып барады екен. Артынан барып жолынан қалдырмайын деген ол қайта үйге кірді. Ол сол мезетте телефоны шырылдап қоя берді. Алло, Пернеш, қалғалай, естідің бе, әлгі Зарина келіпті ауылға. Ғалымның нөмірін сұрап біздің Жәкеңе хабарласты. Жаңа ғана. Иә, естідім, Ғалым сөйлескен жаңа. Енді не болар дейсің? Ештеңе, Ғалым сыртқа шығып кетті. Соған кеткен шығар. Пернеш, мен Ғалымға сенемін, ол ешқашанда маған қиянат жасамайды. Көзіңді аш, Жамал, күйеуіңе сенгенмен әлгі қатынға сенбе, дуалап алса қайтесің? Қойш, Құдай сақтасын. Мейлі, өзің біл, бірақ кейін жылап жүрме. Әңгіме осымен аяқталды. Үнсіз отырған Жамал ой үстінде. Расымен соған кетті ме екен? Қайда бара жатқанын үнемі ескертіп кететін еді ғой. Неге үнсіз кетті екен? Жай әншейін хал сұрасып қайтатын шығар. Орнынан тұрған Жамал үй тірлігіне кірісіп кетті. Кеш болды, Ғалым әлі келмеді. Сағатқа қарады да телефон нөмірін тере бастады. Алло, деді ар жақтан Ғалымжанның тілі күрмеліп. Ғалым, қашан келесің, жаным? Кешкі асқа күтіп отырмыз, балалар сені... Ол бүгін бармайды, деген Заринаның даусын естіді. Енді сөйлей бергенде ар жақтан телефон тұтқасын тастай салды. Көзіне еріксіз жас келген Жамал бетін жауып келді де балаларға ештеңе сездірмей күлімсіреп дастархан жая бастады. Өзіне ас батар емес. Қайта қоңырау шалсам ба екен? Тағы да әлгі әйел алса қайтем? Асханада ұзақ отырған ол тым кеш болып кеткенін кейін байқады. Балалары анасының мұндай халін бұрын-соңды көрмеген. Келіп жағдайын сұрады. Ештеңе болған жоқ, күнім. Бүгін кішкене мазам болмай, барып демала беріңдер. Қазір әкең келсе тамағын беремін. Біраз кешігемін деп еді, деді. Таң ата үйге келген Ғалымжан удай мас. Аяғына тұра алмай еденге жалп етіп құлады. Бұрын ішпеуші еді. Бәленің бәрі әлгі қатында екенін айдан анық. Жамал ештеңе деместен бөлмесіне кіргізіп төсегіне жатқызды. Ғалым қолынан қысып ұстады да масаң күйде. Жаным, менің Жамалым, сені ойлап кетіп қалдым. Маған жармасып, бала кез өтті емес пе, иә? Ал ол, деді әр сөзін үзіп-үзіп. Жатып демалшы, Ғалым, деп Жамал шығып кетті. Достар, менің каналыма тіркеліп және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өзіңізге ұнайтын кітаптың аудиосын тыңдағыңыз келсе, комментарийға жаза кетіңіз.